Аяқ. Керемет, жақсы естіліп жатыр. Давайте, мен бүгін мастер-класста не болатын сразу кірісіп кетейік. Бүгін не болады? Бүгін ең алдымен сіз не аласыз мастер-класстан? Басыңыздың разгрузкасын аласыз. Яғни, басыңыз жеңілдеп қалады. Иншаллах бүгін жасайтын неден, практикадан сізде нақты жүйелі түрде қалаған бір мақсатыңызға немесе бір ойыңыздағы өзіңіздің образыңызға не кедергі болып тұр, не жасау керек сияқты өзіңіз арнайы тек қана әркім өзіне индивидуальный жоспар жасап алатын болады. Бұл керемет методика, аты лестница деп аталады. Бұны негізі мен ақылы вебинарларды берген едім, бірақ бүгін сіздерге тегін вебинарда максимум пайдасы болсын деп бергелі жатырмын. Енді біздің сіздердің сол лестницаны жасау арқылы мақсат армандарыңызға жету үшін не керек, соны түсінесіздер. Дәл қазір бар проблемаларыңыздың шешімін өздеріңіз ойлап табасыздар, немесе сол проблемаларды анық көре аласыздар, ол ненің неге қатысы бар екенін. И өміріңізді жаңа сатыға шығару үшін керекті 3 жолды көрсетуге тырысамыз. Және осы вебинардың аяғында жаңа проектіміздің презентациясы болады. Так, енді техникалық жағдай запись болмайды, қыздар, поэтому кім кірді, сол көре алады. И чатта міндетті түрде әдептілік сақтайық. Білемін, менің қыздарым өте андай әдепті, керемет қыздар екен білемін. Күшті ұстайсыздар өздеріңізді, тәрбиелі түрде бір-бірімізге сұрақ қоятын болсақ, немесе бір қызықтырып тұрған бір жағдайлар болса, чатта без грубости, без негатива, андай не приятно отырайық. Так, енді 30 секундтық задержка бар. Сіздер жазған нәрсе маған 30 секундтан кейін келеді, және мен оны оқып сіздерге жетем дегенше арасында 30 секунд болуы мүмкін. Сондықтан асықпай бір нәрсені жазсаңыздар, мен оқығанды күтіп, кішкене соған жауап ала аласыздар. 2-2,5 сағаттық иншаллах бізде бүгін трансформация жоспарланған. Сыйлықты қалай алатыныңызды соңында білесіз. Себебі біз бүгін мастер-кластың аяғына дейін отырған барлық жандарға, барлық адамдарға арнайы сыйлығымыз бар. Мастер-класты паузаға қойып, одан кейін қарай алмайсыздар. Вот в данное время прямой эфир, прямая трансляция, не бар, нені көрдіңіз, вот сонымен ғана жүретін боламыз. Так, енді олай болсам. Так, жалғасы сыйлық, сыйлықты аяғында аласыз. Сыйлықтың аты мамаңызды толық қабылдағансыз ба деген гайд. Сол гайдты осы вебинарға қатысқандардың барлығы ала алады. Аяғында тағы бір арнайы сыйлығымыз бар. Соңына дейін отырыңыздар. Вот. Енді осы вебинардан максимум толық пайда алу үшін сіз қандай болуыңыз керек? Чатта активный бола отырыңыз. Себебі менің қазір жасайтын методикам ол интерактивный болады. То есть мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер жауап бересіздер, және нақты сіздердің жауаптарыңызға сай ары қарай жұмыс жалғасатын болады. Сондықтан егер сіз бірдеңе білгіңіз, естігіңіз келсе, чатта мен сұраған сұрақтарға жауап беріп, белсенді болып отыруларыңызды сұраймын. Телефонды өшіріп қойсаңыз, егер телефоннан қарап отырсаңыз, енді ол бөлек, бірақ телефоныңызды өшіріп, сізді мазаламайтындай, басқа бір ешкімнің сізге кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз. Одан кейін басында айтып кетейін, парақ және қалам керек. Арнайы парақ пен қалам алып дайындап қойсаңыздар, қазір жасайтын практикамызға керек болады. И желательно компьютер ноутбуктан қараңыз, бірақ енді уже әркім өзінің жағдайына байланысты.
и соңында және менің қойған сұрақтарыма жауап беріп отырсаңыз дұрыс. Келесі мастер-классқа ақша, даму, қарым-қатынас үшін келіп едіңіз. Ал денсаулықты қалай жөндей аламыз десек. Бүгін сіздерге арнайы бір сыйлық десем ба, дайындап қойдым. Өзіңіздің қазір нақты денсаулығыңызда қандай проблемаңыз бар, соны бір кішкене ойланып алсаңыз, бір уақыты келгенде сізге мысалы сол денсаулығыңызда бар проблемаға қатысты мен соның психосоматикасын, мына жерде чатта жазылған адамдарға психосоматикасын айтып беруге тырысамын. Так, ендеше кеттік. Так, танысып қояйық. Мен кіммін? Менің есімім Салтанат Мұрадова. Мен психолог, сексологпын. Алматы қаласында психосоматикалық орталықтың қалаушысымын. Мен дәл қазір Алматыда өзім психосоматика деген орталықты аштым. Сол орталықтың негізін қалаушылардың бірімін. Және екі қыздың анасымын, сүйікті бір жармын. Психологиялық консультациялармен 3 жылдан астам уақыт нақты адамдармен жұмыс істеп жүрмін. Және жалпы психологияға қатысты 10 жылдан астам уақыт айналысып жүрмін. То есть менің психологияда ізденіп жүргенім жалпы несін алсақ 10 жылдан негізі астам, себебі менің бірінші мамандығым педагог болғандықтан педагогикада именно балалар детский психологиядан бастағанмын, и ары қарай жалғасып уже аяғында осындай уже қарым-қатынас, ер-әйел, жалпы сексолог деп те айтамын, сексолог ол бөлек, сексолог деп деген бағытта жұмыс жасаймын, яғни психология успеха бағытында жұмыс жасаймын. 1000 астам әйел затына көмектестім. Өзім казну магистр гуманитарных наук атандым. 3000 сағаттан көп консультация өткіздім. Негізі уже 4000-ға жақындап қойған шығар, бұл кішкене ескірген информацияны берген едім. Және ондаған курс, тренинг, мастер-класстарды өткіздім. Және бұның ішінде Драгунов атындағы Киев ұлттық педагогикалық институтынан сабақ алып, сертифицированный сексолог болып шықтым. Осы уақытқа дейін менің 90% жеке консультацияларға келген клиенттер қалаған нәтижесіне жетті, проблемалары шешілді және олардың ішкі состояниелері түзелді. Менің жеке историям өзім туралы айта кетсем, мен негізі өзім қарапайым отбасыдан шыққан қызбын. Қарапайым отбасынан шыққан қызбын, және мысалы қазір сұрасаңыздар, менің папам охранник, мамам тазалықшы. То есть мен бұдан еш ұялмаймын. Бұны наоборот өзіме андай бір не ретінде, мотивация ретінде аламын. То есть мен қарапайым отбасынан шыққанымен өзім қазір өзімнің өмірімді ештеңеге қарамастан, то есть әке-көкесіз, біздің бәке-сәкесіз self-made person дейді ғой ағылшынша. То есть мен өзіммен жұмыс істеп жақсы результаттарға жеткен адаммын. И мен егер менің немде болған болсаңыздар, блогымда өзім жайлы көп айтамын, және өзім андай ашық, смелый дейді ғой, вот сондай адаммын. Сізде вот көбінесе менің тұрақты подписчиктерім мені сол қасиетім үшін жақсы көреді. Соны талмай айтады маған. Неге? Себебі мен өзімнің мына даму жолымды бөлісіп отырып, әрдайым сіздерге мотивация болсын деп, және менің алған инсайттарымды мен бүйтіп андай қысып қалмай, максимум беруге тырысамын. И сондықтан мен өзім сондай бір
қарапайым қызбын, өздеріңіз сияқтымын, просто кішкене өзімді дамытып, көп оқып, көп ізденіп жүрген адамдардың бірімін. И өмір бойы мен блогымда осы туралы айтқан, бірақ кішкене айтып кетейін. Негізі мен Түркменстанда туып өскен қазақ қызымын, оралманмын. Біз 95 жылы елімізге оралдық. И сол 95 жылға дейін қалай совет заманы ыдырады, 93-тен бастап біздің папамыз уже Қазақстанға кетіп, осында орналасудың жолын іздеп, бізді алып кетудің амалын жасаған. То есть қалай совет ыдырады, сразу біз келуге тырыстық. И мен Түркменстанда жүрген кезде негізі оралмандардың жағдайы өте ерекше. Себебі сен басқа елде жүрген кезде ол елдің бір мүшесі емессің. Саған мысалы Түркменстанда туған кезде түркмендер, ой, там қазақтар, Қазақстанға кетіңдер деген сияқты сөздер еститінбіз. И сондықтан мені сол әжелерім, үйдегі сол әке-шешем не істеді? Алдымен Түркменстанда қазақ мектебі болмағандықтан, кейін Қазақстанға көшеміз деген ниетпен мені орыс мектебіне береді. Сол жерде мысалы орысша білім алып, мына Қазақстанға келген кезде еш қиналмай жалғастырып кету үшін. Себебі о жерде түркмен тілінде мектеп болады, өзбек тілінде мектеп болады және орыс тілінде мектеп болады. Түркмен өзбек мектебіне бермей, мені орыс мектебіне беріп, вот мен сол жерде орыс мектебіне бардым. И Қазақстанға келгесін мен уже орыс мектебін жалғастырдым. Одан кейін Петропавлда 5 жыл тұрдым, Өскеменде 5 жыл тұрдым. Білесіздер, о жақ орысша сөйлейтін елдер. И мен сол жерде мысалы орысша оқығаныммен, орысша білім алғаныммен, орысша көп жерлерде өмір сүргеніммен, мен максимум қазақша, мысалы контентті қазақша жасауға тырысам. Барлық посттарды өзім жазамын, барлық то есть блогқа қатысты, өзімнің жұмысыма қатысты барлық нәрсені в основном өзім максимально жасауға тырысамын. И менің ниетім қазақ тілді аудиторияны дамыту. Мен жалпы өзім сол Түркменстанда оқығанда, ол жерде де, мысалы, орыс сыныбына бардым. Орыс сыныбына кімдер барады? Местный орыстар барады Түркменстандағы, және кейбір, мысалы, біз сияқты өзінің тілін таба алмаған, сол үшін андай нейтральный бір мектеп таңдаған адамдар барады ғой. Сөйтіп, сол сыныбымда менің орыс мұғалімім, сынып жетекшім, әрине өздерінің бір орыс қыздарын бүйтіп көтермелеп, соларды мақтап, соларға бір ерекше сый құрмет көрсетіп, бізді шеттетіп сөйтіп жүретіні болатын. И мен өмір бойы, сразу айта кетейін, отличница, қызыл диплом, максимум жаңағы максимум андай сертификат, диплом, оқуды талмаймын, и барлық жерде үздік бітіруге тырысам. И вот сол әдетім негізі сол 1-ші класстан басталды. Неге? Себебі мен әрдайым өзімді дәлелдеумен болуым керек. Мен жаңағы орыс қыздан асып тұрғанымды мен тек қана оқумен, мұғалімге жеткізумен, что вот мен де осыған лайықтымын, мен осындай мықтымын. Мысалы, жаңағы Кристина дейтін отличница қыз болатын, сол Кристина мен жарысумен болатынмын. Кристина оқи алмағанды мен оқуым керек еді, ол шығара алмағанды мен шығаруым керек еді. И вот осы жерден менің өмірім сол жерден андай понимание, вот в борьбе дейді ғой, күреспен болды. Вот мен күресіп дәлелдеуім керек еді, мектепте дәлелдеуім керек еді. Одан кейін Қазақстанға көшіп келген кезде біз ойлайтынбыз, еліме келеміз, и андай бір рахат, күшті өмір басталатын сияқты болып көрінетін. Бірақ Қазақстанға келгесін, бұл жерде уже бізді оралмансың деп шеттететін болды. И бұл жерде де оралман болғаныма қарамастан мен әрдайым өзімді дәлелдеуге тырысуым керек еді. Опять же, келіп біліммен, басқамен, барлық жерлерде өзімді бүйтіп көрсетіп, қадалған жерімді ойып, вот солай максимумды көрсету керек, бір андай состояние борьбы жүретінмін. И
сол Қазақстанға көшіп келдік, 3-ші сыныптамын, 9 жасымда. И сосын вот сол Қазақстанда орыс мектебін бітірдім 9-шы классқа дейін. Одан кейін 9-шы класстан кейін не істедім? Колледжге түстім. Білетін болсаңыздар, қазақ-түрік колледжі бар. Таразда на тот момент ол жалғыз колледж еді, есеп экономикалық колледжі. Сол колледжді бітірдім. Одан кейін Петропавлда университет бітірдім. Өскеменде жұмыс істедім, Алматыға көшіп келдім. Осы менің жеке историям. Және әрдайым мен осы конкуренцияда жүретінмін. И уже Алматыға түсіп келгесін 1-2 жылдың ішінде мен жолдасыммен танысып, алматылық жігітке тұрмысқа шықтым. Бір қызығы, мен Түркменстанда тұрған кезде сіздерге негізі андай жақын болу үшін барлық нәрсені бүйтіп детальмен түсіндіріп жатырмын. Түркменстанда тұрған кезде ол жерде біз қазақтар салт дәстүрді қатты ұстанатынбыз. Вот сен 6-да тұруың керек па? Тұруың керек. Сен енеңе былай сөйлеуің керек, там қайнатаңа былай сөйлеуің керек, күйеуіңе былай сөйлеуің керек деген сияқты өзінің бір андай қатып қалған бір қағидалары, шарттары болатын. Сол біздің үйде ол қатты ұстанатын. И мен орыс мектебінде оқығандықтан кішкене андай еркін, сондай и еркін сондай өмір сүргенсін. Алматыда такой тоже городской бір жерге тұрмысқа шықтым, бірақ тұрмысқа шыққаннан бастап сол менің ішімде бір андай келін деген андай не активироваться етті, галочка. И мен не істедім? Резко басылып қалдым. Мен былайынша, мысалы, жаңа айтып келе жатырмын ғой, өте борец қызбын, сондай борьба, вечная конкуренцияда бүйтіп өмір сүрген, вот сондай мықты қыз болуға тырысып келген адаммын. И в итоге келін болған кезде резко басылып қалдым. Уже кейін мен уже психологияға кіріп, көп нәрсені зерттеп, көп нәрсені неған кезде түсіндім. Нені түсіндім? Себебі әйел баласы тұрмысқа шыққасын, оның миында мамасы қандай әйел болды, қандай келін болды, ол тура сол состояниеге кіріп кетеді екен. И мен сол андай жертва состояниесіне резко кіріп кеттім да. И менің жолдасым, жалғыз ұл, менің бір емес 2 енем болды. Бәйбіше енем, тоқал енем болды. Тоқал енем уже марқұм. И мен бізді қайнатаммен және тоқал енемізбен бірге тұрғызып қойды. Мен сіздерге айтайын дегенім бұл жерде, мен әлі де қазір уже, дәл қазір біз уже атамыздан көшіп кеттік. Мен бәйбіше енеммен бірге бөлек тұрып жатырмыз. Просто мен бұл жерде айтайын дегенім, мен де сіздердің мысалы көрген келін ретінде көрген барлық қиыншылықтарыңызды көрдім. Енемен қалай тұру екен білем, қайнапкем де бар. То есть қайын жұрт менде алматылық болғанмен андай өзінің салттарды ұстанатын бір қайын жұртым бар. Поэтому я вас понимаю. Я вас понимаю как женщина, как келінка. Мен андай не емес, типа аспаннан салбырап түсіп, ойбай өйтіңдер, бүйтіңдер деп айтатын адам емеспін. Мен бәрін өзімнің опытымнан өткізіп, неге былай пазл ретінде бүйтіп жинаған опытыммен бөліскелі жатырмын. Сондықтан максимум мені тыңдап, польза алсаңыздар, қуанамын. Вот. Енді өзіммен жұмыс бастағалы, қазіргі мен қандаймын? Өзіммен жұмысты, егер қателеспесем, 5 жыл бұрын бастадым. Именно нақты осы психология бағытына, кәдімгідей тек қана жаңағы не емес, жұмыс ретінде емес, именно өзімді бағыту, миымды жаңағы жаттықтыру, одан кейін
изменение сознания бар ғой, вот осы тақырыпта жұмыс істеуді где-то 5-6 жыл бұрын бастадым. И осыдан кейін, вот дәл қазір менің отбасымда және жеке өмірімде барлығы альхамдулиллах гармонияға келген. То есть жолдасымыз екеуміз бір-бірімізді түсіне аламыз, уже еркін қалаған нәрсемізді айта аламыз, бір-біріміздің желанияларымызбен то есть считаемся с желаниями друг друга. Алматы қаласында өзімнің психосоматикалық үлкен центрім бар. Психологиялық консультациясында адамдар очередьпен тұрып, өз кезегін күтеді. Маған уже 3 айға бүкіл менің уақытым жазылған. Маған түсу почти мүмкін емес. Очередьпен келет адамдар. Тек қана кейбір жағдайларда тұрақты клиенттерім андай отказ беріп, бір окошкалар пайда болмаса, то есть ауырып қалып, немесе бір жаққа кетіп, форс-мажорный ситуациялар болмаса, жалпы менің уақытым жоқ, окошкаларым жоқ. И өзіммен жұмыс жасау арқылы мен жақсы табысқа жеттім, басқа адамдарға пайдасын тигізіп жүрмін. Бұны көптеген күнде келетін отзывтар дәлелдейді. Адамдардың өмірін өзгеріске әкелетін тренинг, курстар, семинарлар өткізетін, өзіне сенімді, бақытты әйел бола алдым. Енді мастер-класстың негізгі бөлігіне келдік. Как раз уже жиналатын адам жиналып, уже сіздер парақтарыңызды дайындап қойған шығарсыздар ручкаларыңызбен. Не істейміз? Парақ алдыңыздар ғой. Көріп тұрмын, плюсики все вижу. Так. Все, молодцы. Керемет. Күшті, тамаша. Олай болса, бастайық. Парақты аламыз, немесе жаңа дәптер. Мына бір бұрыштан қарама-қарсы бұрышына дейін сіздер баспалдақпен, мына подъезде лестница бар ғой, баспалдақ. Сондай баспалдақ сызыңыздар. Баспалдақтың саны, баспалдақтың жаңағы түзу немесе қиғаш болатыны, үлкен кіші болатыны, неважно, маңызды емес. Әркім өзінің баспалдағын салады. Әркім өзі қалағандай, мысалы, қолыңызды жібере салыңыздар. Қолыңыз өзіңізге керек бір баспалдақты салады. Так, кім салды баспалдақ санын? Қанша баспалдақ салдыңыздар, сол санды жаза кетіңіздер. Примерно бұлай көрінеді. Бірақ енді әркім өзі қанша салса, уже өзі біледі. Вот так. Так, 20 салдым. Санын жаза кетсеңіздер, 15, 11, 28, 15.
8. Тамаша. Так. Молодцы. Тоғыз сыйғаны сонша болады. Бәрібір, неважно. Әркімнің өзінің бір андай несі, лестницасы болады. Және өзі білет әркім. Екі жақты баспалдақ дейді. Ол қалай сонда? Шексіз. Ол қалай сонда шексіз? Шектелген ғой, мына парақ шектелген, бір бұрышынан екінші бұрышына дейін салғанша саласыз. Шексіз деген жоқ. Шектелген. 10 салғым келген 7 сиді. Енді уже бар баспалдақ, бар лестницамен жұмыс істейміз. Или ұлпан 10 салғыңыз келіп тұрған болса, онда 10 сиятындай қылып келесі басқа бетке жазыңыз. Не важно. Ортасына дейін бітіп қалса болады ма? Болады. Екі жағынан да көтерілетін баспалдақ. Жоқ, маған бір жағы керек. Екі жағы не надо, бір жағынан жетеді. Керемет. Енді келесі қадам. Бұл сіздің даму лестницаңыз, бұл сіздің даму баспалдағыңыз. Вот сіздің дәл қазір дамып жатқан даму баспалдағыңыз. Бұл негізі жалғаса береді. Төмен қарай да жалғаса беруі мүмкін, төбеге қарай да жалғаса беруі мүмкін. Сондықтан ойламаңыздар, мысалы, мынау менің өмірімнің басы, мынау аяғы деп ойламаймыз. Бұл тек қана сіздің даму баспалдақтарыңыз. Дәл қазіргі уақытта сіз даму процесін қалай көріп тұрсыз, сізге не керек, сіздің миыңыз сонша баспалдаққаны салып тұр. Енді не істейміз? Дәл қазір сіз осы даму баспалдағының қай сатысында тұрсыз? Просто сезіп көріңіз, мысалы, прям ішімнен сезіп тұрсам, мен мына жерге өзімді қойғым кеп тұр, немесе мына жерге қойғым кеп тұр деген сияқты өзіңізді қай жерде сезінесіз, где вы себя чувствуете, что вы там находитесь. Вот сол жерді белгілеп, өзіңіздің бір я деп жазасыз ба, немесе кішігірім бір суретіңізді салып қоясыз ба. Вот сол баспалдаққа өзіңіздің белгілеп қойыңыз. Кім нешінші баспалдақ белгіледі? Дәл қазір сіз нешінші баспалдақтасыз? Дәл қазір кім нешінші баспалдақ? Боюсь ступить на нулевой. 3, 5, 6, 8, 4, 2, 5 из 10, 7 из 25. 6-ның 4-інде. Вижу, молодцы, справляетесь. Круто. Естілмейді. Қайтадан перезагрузка жасаңыз, естілмейтін болса. 0 немесе бірінші баспалдақта тұрғандар, және ең соңғы баспалдақта тұрғандар. Мысалы, біреу, мынау баспалдақ қоя, мына бірінші сатысында тұрмын, или мына жерде 0-де тұрмын деп, мысалы, өзіңізді есептесеңіз, парақтың арғы бетін бүйтіп аударып, осы жерден тағы да бір осындай баспалдақ сызсаңыз болады. Және
Вот сол 0 немесе бірінші сатыда тұрғандар осылай, осы сатыны төмен қарай жалғастырып, артында жалғасын сызсаңыздар болады. Ал егер сіз арамызда, мысалы, допустим, мынау қанша баспалдақ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынау 7 баспалдақ па? 7-шісінде тұрғандар бар ма? 7-шісінде, мысалы, ең соңғы баспалдақта тұрғандар бар ма? Ең соңғы баспалдақта тұрғандар бар ма? Я, ең төбесінде. Ең төбесінде. Жаңа ең басындағыларды сұрадым. Енді ең төбесінде тұрғандар бар ма? Жоқ. Жоқ. Хорошо. Ондайлар жоқ болса, онда не важно. Бұны айтпай қойса болады. Отлично. Енді дәл қазір, мысалы, сіздер бір баспалдақты белгіледіңіздер. Мысалы, бір сатыны белгіледіңіздер, мысалы, мен, допустим, мына жерде пример 3-ші сатыдамын деп белгіледім, да, примерно бір адамды. Бір адам 3-ші сатыда тұр деп, мысалы, мындай не белгіледім. И енді келесі сұрақ. Мысалы, сенің бір идеальный түрің бар, идеальный бір қалпың бар, кейпің бар, өзіңнің идеальный бір ойыңдағы образың бар. Мысалы, идеальная салтанат бар менің ойымда. Или сенің ойыңда, мысалы, мына жерде кімдер? Идеальная Дария бар, Нұргүл бар, Айсан, Рыскүл, Мадина, Маржан, да? И сол әркім өзінің бір идеальный қалыпын, өзінің идеальный состояниесін елестетеді. Мысалы, менің ойымша, идеальный салтанат қандай болу керек? Мысалы, ол бақытты, бай, мысалы, өзінің квартирасы бар, машинасы бар, там, білмеймін, енді постоянно там жаңағы неге шетелге шығып келеді. Білмеймін, енді әркімнің өзінің бір идеалы болуы мүмкін. Или, может, идеальный салтанат, мысалы, менің балам жоқ болса, идеальный салтанат, мысалы, көп балалы ана, бақытты, гармонияда өмір сүретін. Или, может быть, мысалы, идеальный салтанат ешқашан оқымаған болса, көп дипломы бар, оқыған, сондай керемет бір өзіңізді елестете аласыз. Вот, әркімнің өзінің ойында өзінің идеальный бір состояниясы бар. Сол идеальный состояниеңізді примерно сипаттап жаза аласыздар ма? Жоқ, маған осында чатқа жазып жіберсеңіздер. Осында чатқа жазып жіберсеңіздер. Мысалы, идеальный айым қандай, идеальный Дидар қандай, идеальный Рыскүл қандай, Меруерт қандай идеальный. Тұрмысқа шығып, балалы болу. Так. Коуч, бизнес-мотиватор, 10-ға жуық бизнесі бар, продюсер, я. Бастық қой дейді. Осында жазу керек, ұлпан. Бастық дегенде, нақты ненің бастығы, қандай бастық? Ухоженная, любимая жена, мама, грамотный специалист, состоятельная, интеллигентная, поставленной речью. Круто, Меруерт, умница. Любимая жена, счастливая мамочка с отличной фигурой, инфобизнес-леди. Круто. Көңілі тоқ, уайымы жоқ, материалдық ешкімге тәуелді емес, өте көңілді, я, бизнесмен, педагог-мастер, әдемі, карьера, отбасымен шетел аралау, здоровая, самостоятельная, муж счастлив.
Квартира трехкомнатная. Арық. Отбасымен жақсы қарым-қатынаста. Красивая, гармоничная. Сүйікті жар. Бизнес. Орамалды психолог. Өзіне сенімді. Айтқандарының басқасының барлығы бар. Тұрмыстағы бақытты сұлу әйел. Круто. Классно, қыздар. Жан тыныштығындағы мама двух детей. Без комплексов, с нормальной самооценкой. Өз үйімде балалармен, жолдасыммен бақытты. Круто, қыздар, блин, какие у вас классные мечты. И теперь вам вопрос. Мына баспалдақтың сол қыз, идеальная сен, қайда тұрсын? Мына баспалдақтың қай жерінде, мысалы, мына жерде примерно біз мына, мен дәл қазір 3-те тұрмын, 3-те 1, 2, 3, 4, 7-ден 3-те тұрмын деп примерно сыздық, да? А вот, мысалы, вот, спасибо, вот это вот идеальная ты, где стоишь? Вот ты сейчас сама, если стоишь, допустим, на жерде, идеальная ты, где ты стоишь? Мысалы, сен идеальный, өзіңнің идеальный түрің қай жақта тұр? Мысалы, мына баспалдақтардың қайсысында тұр? Жазып кетіңіздер. Сол жерде идеально и я деп жазасың ба? Тағы өзіңнің суретіңді саласың ба? Сол жерге өзіңді қайда сезіп тұрсың? Сол идеальный қыз. 12-тен 8, не 4. Өзіңді сол жерде белгілеп, санын жазып кетсеңіздер мына жерде. Все. Нашла. Ура. Все классно. Идеал. Смотрите, қыздар. Кешірім сұраймын, тағы да кішкене не алып қалдық. Техника ондай болып тұрады арамызда. Вот енді қазір сен мысалы мына баспалдақта тұрсын, идеалың мысалы мына төбесіне жақын или төбеде бір баспалдақта тұр. И вот енді сенімен, вот дәл қазіргі сенімен идеалыңның арасында неше баспалдақ бар? Неше саты бар? 1, 2, 3. Мысалы менің рисуногым бойынша, да, сызбам бойынша маған 1, 2, 3, менде 3 баспалдақ тұр. Сізде неше баспалдақ тұр? 7, 5. Окей. Классно. 3, 4. Вижу, молодцы. Сізге сол какой-то бір шақты жасап өзіңнің идеальный кейпіне ену үшін не кедергі болып тұр? И қазір әркім өзінің белгілеген санына қарай өзінің жаңағы несін, себептерін жазыңыздар. Мысалы, мына жерде не? Қорқыныш, сенімсіздік, мотивация, поддержка. Міне қазір әркім не жазып жатыр? Мысалы, бірінші сатыға не деді? Қорқыныш деп жаздыңыздар, да? Екінші сатыға не тағы кедергі болып тұр? Мысалы, мотивация деп жаздыңыз бір, иә? Үшінші сатыға ақша дейді. Бірақ ақша негізі кедергі болмайды. Ақшаны кедергі ретінде алмай қойыңыздар. Қиын мінез деп жазып қойыпты. Жарайды, қиын мінезіңізді жазыңыз мына жерге. Әркім, мысалы мен мына неге параққа сіздер тізіп қойған тізімнен, мысалы менде 3 баспалдақ па, 3 нәрсе жаздым. Мысалы қорқыныш деп жаздым, мотивация деп жаздым, қиын мінез деп жаздым. Әркім, сторис түсіруге қорқыныш деп нақты жазсаңыз болады. Обида, сенімсіздік, жалқаулық жазыңыз. Әр нәрсені бір баспалдақ қылып жазыңыз.
Кімде 1-2-3 қадам тұр, оңай толтырасыздар, оны білемін. Ал уже одан көп қадам тұрғандарды кәдімгідей ойлану керек. Мысалы, 1-ші қадамда не тұр, 2-ші қадамда не тұр, 3-ші қадам, 4-ші қадам. Әркім өзінің баспалдақ, мысалы, дәл қазіргі мен және идеальный мен екеуінің арасында тұрған баспалдақтар санын өзіңіздің себептеріңізбен толтырасыз. Этот инструмент, қыздар, сіз бұны маған жазбай қойсаңыздар да негізі болады. Просто мына жерде мен сіздер жұмыс істеп жатқаныңызды, мен көрініп тұрғанымды, обратный связь керек болған үшін сіздерді сұрап жатырмын. Бірақ негізі әркім мына жерде мысалы қанша, допустим, бір 40 адам жазып атса, мысалы 91 адам қарап отыр ма, оның қалғандары тыныш қана қарап отыр. Әркім өзінің ойында бірдеңе сызып жатыр. Не важно. Бұл метод, бұл методика не үшін керек? Бұл сізге керек. Сіздер қазір осы методика арқылы өзіңіздің миыңызда болып жатқан кашаны реттейсіздер. Нақты полочкаларға қоясыздар. Бұны маған жазбай қойсаңыздар да негізі болатын еді. Просто мына жерде движение жүріп тұру керек. Мен сіздердің істеп-істемей жатқандарың бір қиыншылық туып жатыр ма, соны байқап отыру үшін, бақылап отыру үшін жазуыңызды сұрап жатырмын. Және сіздердің мысалы өздеріңізге қатысты бір сұрақтарыңыз болып жатса, соны кішкене бір дұрыс бағытқа жіберу үшін ғана сұрап жатырмын. Көп жағдайда былай, мысалы маған жеке консультацияға адамдар келеді ғой. Салта, там у меня столько проблем дейді. И мысалы біз отырып осындай лестница жасаймыз. И адамда оказывается онша прям все, мен астынан шыға алмайтындай көп проблема деп айтады. Мысалы жалпы оны мазалайтын 1-2 нәрсе болуы мүмкін. И сол нәрсені адам шығарады, мысалы қағазға шығарады, и мысалы мен оны уже көріп тұрмын. Адамның өзі миінен, мысалы мидың мынандай бір заңы бар, то есть есть такой закон мозга, что снаружи, то не внутри. То есть миден шыққан нәрсе, қағазға қонған нәрсе миыңызды босатады, миыңыз демалып қалады. Поэтому қазір сіз проблемаларыңыздың бәрін реттеп, мына неге қағазға шығарсаңыздар, сіз хотя бы жүйелі түрде өзіңіздің проблемаларыңызды түсінетін боласыз. Көріп тұрасыз, көзіңіздің алдында нақты не сізді мазалап тұрған көретін боласыз. Сол үшін жазғаныңыз дұрыс. 17 қадам бар, оның ешқайсысы не мешает деген нәрсе өтірік әңгіме. Давайте честно. Егер сіздер мысалы бұл жерге келіп, жаңағы арманыңыздағы худая, красивая, успешная, баласы бар, тағы там богатая деген қыз болмасаңыз, значит, у вас точно есть там бірнеше қадам, которые вам мешают такой стать. Бірнеше не бар, баспалдақ бар. Керемет әдіс екен, рахмет. 2 қадамнан көп болса кедергі не істеймін. Бәрін ойыңызға келген нәрсемен толтырасыз, Феруза. Енді 3 саты 10 кедергі, сондай болуы мүмкін. Енді келесі не істейміз? Келесі задание. Сенің қазір мына жерде, дәл қазір, мысалы бір сатыда тұрсын, Мысалы 3-ші сатыда тұр деп айтайық. Біздің мына жердегі персонажда кейіпкеріміз. Ал оның идеальный варианты 3 қадамнан кейін 6-шы сатыда тұр, Осы сенімен жаңағы өзіңнің идеальный түріңмен дамитын, саған дамитын, алдына қарай жүретін жасалу керек, то есть арылу керек нәрселерің, жұмыс істеу керек нәрселеріңді жаздың, мына жерге. Осыны жасасаң, сен негізі 3 қадам жасап, уже өзіңнің баяғы идеальный түрің болатын еді, өзің қалап тұрған. Сенің уже үйің болатын еді, тұрмыс құратын едің, уже там бизнесің болатын еді, тағысын тағы. Әркім өзіне керек нәрсені уже жететін еді, белгілі бір 2-3 қадам жасап. Бірақ сіз әлі ол қадамды жасамай тұрсыз. Неге? Себебі сізді қазір осы шақта бірдеңе ұстап тұр.
Осы шақта, міне дәл қазір сіз тұрған баспалдақта не ұстап тұр сізді? Осы шақта сізге бір әрекет жасауға, амал жасауға не кедергі болып тұр дәл қазір? Соны мына сатыға жазыңыз. Мына бір дәл қазіргі тұрған сатыңызға не кедергі болып тұрғанын жазыңыз. В зависимости от чужих мнений. Так, клиент таба алмау. Білген қуанып отырмыз сабағыңыз үшін. Рахмет, Феруза. Қорқыныш. Ощущение, что я теряю стабильность, неуверенность в будущем. Да. Әдетте қыздар, осы дәл қазіргі сәтте адамды не ұстап тұр? Осы жаңағы бір қадам жасау үшін, немесе өзінің бір несін не қылу үшін, да, қалаған мотивациясына жету үшін, да, қалаған бағытына, мақсатына жету үшін не ұстап тұрады дәл қазіргі осы шақта? Во-первых, комфорт. Мен қазір, мысалы, үйде отырған анамын, маған все нормально, мені күйеуім бағып жатыр, я не хочу. Бір. Там, или комфорт, одан кейін жаңағы тұрақсыздық. То есть мен қазір тұрақтылықтамын, жаман болса да бір тұрақты бір нем бар, зарплатам бар, или күйеуім бар, или там тағы бір какой-то бір тұрақты бірдеңем бар, и мен соған ризамын. Әдетте в основном сол нәрсе, и одан кейін сомнение. Мысалы, сен бұл қазіргі бар, мысалы, жып-жылы жеріңнен, жып-жылы отырған бір үйіңнен шығып, жұмыс істейтін болсаң, жұмысыңнан немесе шығып кәсіп жасайтын болсаң, или тағы бірдеңе істейтін болсаң, где гарантии того, что ты не потеряешь, да? Страх потерять обычно. Страх потерять или комфорт, что сейчас и так все нормально. Еще жауапкершілік алғың келмеу себеп болуы мүмкін. Осы примерно үш нәрсе әдетте адамды ұстап тұрады. Енді келесі задание. Мына жерде сізді не просто қазір, мысалы, алдына қарай қадам жасайым дейсіздер, бірақ осы шақта сізді дәл қазір бірдеңе ұстап тұр. То есть, допустим, әркімнің өзінің біреу бала ұстап тұр, біреу там сенімсіздік ұстап тұр, біреудің бірдеңе ұстап тұр, да? Но помимо этого у вас есть еще багаж из прошлого. То есть өткен шақтағы травмалар сізді ұстап тұр мына жақта. Мысалы, қандай, мысалы, біздің мына кейіпкердің екі үлкен травмасы бар көрінеді. Осы жаңағы артында, мысалы, қараңыздаршы, егер өзіңізді мына кейіпкерімізді алға қарай жүрейін десе, мынандай баспалдақты бетіп өтіп, ары қарай өзінің лучший идеалына өтіп кетейін десе, негізі бір, екі, үш нәрсені аттаса, ол жетеді оған. Бірақ оның дәл қазір табаны жабысып тұр қазіргі осы шақтағы бар нақты проблемамен, то есть сенімсіздік, қорқыныш тағы бірдеңесімен, и еще оның арқасында есть багаж, бір сумкасы бар, сол сумкасының ішінде өткен шақтан үлкен травмалары бар. Сол травмалары оны жібермей тұр. Не болуы мүмкін? Өткен шақта. Мысалы, ол травмаларды сіз жазбай қойсаңыз болады, или жазсаңыз просто таптым деп, мысалы, жаза кетсеңіздер болады. Бұл жерде травмамен бөлісу менде шарт емес. Бірақ, мысалы, мен өзіміздің кейіпкерімізге нақты екі травма жаза кетейін. Травмасының бірі, допустим, оны мама папасы ұрған, соққан, еш адам орнына қоймаған, көп жұмсайды, вот сондай. То есть оның мама папасымен отношениясы деп жазайын, мама папа. Бұл қыз, мысалы, сәл бір не то бірдеңе істеп қойды ма, уже ата-анасынан бір какой-то шапалық келетін сияқты бір қорқынышы бар. И еще бұл қызды кішкентай кезінде, мысалы, сыныбындағы сынып жетекшісі позорить етіп, өзіне сенімділігін сындырып тастаған.
Мысалы, сынып жетекші позор деп жазайын. Біздің кейіпкердің мысалы екі травмасы, екі үлкен травмасы бар. Сол оның екі-ақ травмасы бар. Бірақ сізде мысалы ондаған травма болуы мүмкін. Дәл қазір уже сіздің ойыңызда травмирующий травма деген кезде травмирующий событиялар, уже неприятный событиялар келіп тұр. Мысалы, біреудің жігітті тастап кеткені болуы мүмкін, біреудің кезінде бір ақшаға лақтырып кеткені болуы мүмкін, біреудің мысалы жаңағы достары, лучший подругасы, мысалы өзімнің жағдайымды айта кетейін. Пока сіздер жазып жатқан кезде бір өзімнің оқиғаммен бөлісе кетейін. Мен табыс жолына тұрған кезде өзімнің зарплатамды көбейтуге андай батылым жетпей тұрған. То есть повышение сұрауға немесе повышение сұрауға или жаңағы айлығымды көбейтіңізші деп сұрауға батылым жетпейтін. Қанша вот директордың бөлмесіне барам. Вот сейчас мен сұраймын, вот менің зарплатамды көбейтіңізші деп айтам, ол бірақ сөз деп сөйтіп барамда қайтып кетем. Бұның себебі неде деп ойлайсыздар? Короче, осындай лестница сияқты немен психологпен жұмыс істей бастаған кезде, білесіз ба, менде қандай травма шықты? Баяғыда мен, короче, бір жігітке ғашық болам. Менің енді бір алғаш махаббатым ғой, енді сондай подростковый 11-12, 13 жастарымда бір жігітке ғашық боламын. И сол жігітке ғашық болған сонша мен оның қасында тұра алмаймын, оған сөйлей алмаймын, ол маған бірдеңе десе жауап бере алмаймын. До такой степени андай аузым ашылып қатып қалатын болғам. И сөйтіп бізде вот жаңағы мен тұрған қалашықта мынандай бір не болатын традиция десем ба, короче, жігіттер өздері келіп қызға сөз салмайды, ортаға бір басқа қызды салып, сол қызға типа вот маған Салтанат ұнайды, сол үшін ол менімен жаңағы қыз жігіт болып жүруге, жаңағы дружить етуге, она согласна или нет деп сұрайтын. Вот. И осы жаңағы неге, осы типа біздің өзіміздің дәстүр ғой, кішігірім. И менің лучший подружкам болатын сол жастарда. Сол лучший подружкамен бәрін бірге істейтінбіз. Сөйтіп мен жаңа жігітке ғашық екенмін, даже ешкімге айта алмаймын, себебі сезім енді ұрып тұр, ана жігіттің қасынан өтсем жүрегім дүрсілдеп, біреу біліп қойса вообще все позор болатын сияқты бір ішімде сезім болатын. И когда осы короче, мен подружкам, сол жан подружка маған соны айттым, вот маған осы жігіт ұнайды, бірақ мен онымен қалай контакт құратынымды білмеймін, қатты ұнатып қалдым деп сөйтіп айтдым. Ана подружкам не дейді? О, Салта, давай бүйтейік, онда мен онымен дос бола аламын да, сені мақтап, короче, екеуіңді қосамын деген бір ұсыныс жібереді. Маған бұл кайф, потому что мен өзім вообще өлсем де ол жігітке жақындай алмаймын. И короче, о, давай, ты моя лучшая подружка, осындайда көмектеспесең қашан көмектесесің деген сияқты осы неге ұсынысқа келісемін. И не болады? Ол қыз сол жігітпен араласып жүреді, и кешке маған келеді, не істедіңдер, не сөйлестіңдер десе, вот Салта сен туралы айттық, не айттыңдар десем, вот сен мынандай мектепте оқисың, там отличницасың, там жаңағы классыңның старостасың, тағы бірдеңесің деген сен туралы информация бердім, ол таң қалды дейді. Мен соған риза болып, мәз болып, қуанып, үйде жатам кешке қарай, сол ұйықтай алмаймын, мен туралы ол мынаны біледі деп. Соған енді сондай кішкентай нәрселерге андай ғашық болған кезде бәрі маңызды ғой, сөйтіп риза болып сөйтіп жүремін. И күндердің бір күнінде, короче, далада тұрмыз. Біз бір топ қыз болып тұрмыз, сол мен, подружкам, тағы қыздар, және жігіттер, сол жігіт бар арасында, маған ұнайтын жігіт, жігіттер бір топ болып тұрады. И маған ұнайтын жігіт, жаңа жігіттердің арасынан шығады да, арамыздан бір қызды қасына шақырып алады да, оған бірдеңе дейді. Сол қыз келеді да, и бүйтіп айтады.
бәрі негізі мен былай өзім мойындамасам да білетін, ол жігіт маған ұнайды, себебі мен ол қасына өткен кезде сөйлей алмай қалам, түрім өзгеріп кетеді, қызарып кетемін, енді ол ғашық адамның несі состояниесі түсінікті ғой. Сөйтіп жаңа қыз бізге жақындайды да, маған қарап тұрады да, мен подружкам айтады, жаңағы маған ұнайтын жігіттің атын айтады да, сол жігіт сенімен жүргісі келеді, саған сөз салып жатыр деп айтады. И мен ана жерде шокпын, потому что менің жаңағы подружкам всегда айтатын, ол сені ұнатады, ол сенімен дос болғысы келеді, просто айта алмай жүр саған деп мен соған сендірген. И менің сол лучший подружкам, мені сол ғашығыммен қосатын подружкам мені сөйтіп сатып кетіп тұрған кезде, мен енді не айтарымды білмей шок болам да. Просто, онда жүрсе, я дей бер деп сөйтіп айтам да, айналып үйіме кіріп кетем. Бұл жағдай қашан болды? Бір 13 жастарымда сондайда болды. Бірақ бұл жағдай мен неге повышение сұрай алмаймын, неге ақшамды көтерші деп сұрай алмаймын. Вот соған жауап ретінде неге осы ситуация есіме түсті, таңғалам. Сөйтіп психологпен отырып, короче, представляете, вот в тот момент, когда жаңағы мен қалаған жігіт маған жоқ деген кезде, не то, что жоқ деген кезде, мені таңдамады ғой ана жерде, ол басқа мен подружкамды таңдады. И в тот момент у меня мынандай установка пайда болды, мен жақсы нәрсеге лайық емеспін. Мысалы, мен ұнататын адам, мен жақсы көретін нәрсе мені таңдамайды. Егер выбор болса, менен жақсысын таңдайды деген бір установка пайда болады екен менде. И сол үшін мен қазір бастығыма барып, ақшамды көбейт, или немді өсір, жалақымды өсір деп айтатын болсам, бастық не істейді? Менен жақсы біреуді тауып алады да, мысалы, бұрынға, сол өзі төлейтін ақшаға, өзінің қалаған нәрсесін жасайтын, көнетін адамға, сондай адамды таңдап, мені шығарып тастайды деген бір установкам бар екен. Мен негізі барлық жерде жұмыс істесем, просто так жұмыс істей алмаймын. Максимум беріліп, прям кешке 4 аяқтап қайтатындай дәрежеде жұмыс істейтін ол жерде. Бәрі мені бағалайтын, мені бәрі жақсы көретін, бәрі айтатын, Салтанат өзінің ісінің маманы, мықты білет, бәрі күшті деп сөйтіп айтатын да. Бірақ соған даже адамдардың сондай позитивный оценкасына сенбей, мен не істеймін, әлі өзіме сенбей отырам. Мен бәрі бірде жалақының өсіргеніне әлі лайықты емеспін. Директорға мен осындай претензиямен барсам, ол мені қуып жібереді, басқа маманды таңдайды, и вот сол менің орнымды басады деген не шығады, установка шығады. И бұл жай ғана қарапайым менің алғашқы махаббатым, кішкентай ғана бір оқиға, может бір кішкентай 13 жасар қыздың жүрегін жаралаған бір қиын жағдай болған болуы мүмкін. Бірақ сол оқиға менің өмірімде көп деген нәрсеге әсер еткен. Жаңағы менің даже заработыққа, то есть менің қаншалықты ақша табатыныма әсер еткен соншалықты бір үлкен қиын оқиға болып тұр ғой. Мен оны түсінбедім. Сосын осы оқиғаны шешкесін мен не түсіндім, жаңағы ана жігіт пен мен подружкам, олар мен негізі сатпады, просто олар бір-бірін таңдады, олар мені таңдауға міндетті емес еді ол жігіттің өзінің жүрегі бар, сердцу не прикажешь, бір-бірін ұнатып қалыпты. Просто единственное маған предательство болған жері, маған айтпай, маған басқа информация беріп жүріп, өзім мына жақтан басқа информация жасағаны маған обидно болды. Сол нәрсе ғана болмаса, басқа мен осы жаңағы оқиғаны, осы ситуацияны жібердім, и жалақымды оңай өсірдім. Дәл қазір менің мысалы сағатым 40 000 теңге, соның өзінде очередь, соның өзінде қаншама адам маған келе алмай жатыр. Одан кейін жаңа мен жұмыс істеген адамдармен жаңа айттым ғой, беріліп соншалықты керемет жұмыс істегенім болған нәтижесінде бір адам келді ма, соның айналасындағы басқа адамдардың бәрі уже тізіліп, менің негізі
секрет моего успеха в том, что меня рекомендуют живые люди своим живым родственникам. То есть не просто так, а вот за реальные не нәрселер үшін. И қазір сіздерге бұл оқиғаны не үшін айтып бердім? Сіздің қазір өсуіңізге кедергі болып тұрған балалық шақта қарапайым бір какой-то алғаш махаббатыңыз, немесе сізді сатып кеткен подружкаңыз, немесе сол кішкентай кезіңізде там апай сыныптың алдына шығарып бірдеңе айтуы, немесе бір жағдай болды, мысалы кішкентай қыз сол мектепте оны жібермей, туалетке жібермей, бұтына жіберіп қойған екен. Мысалы сол ситуация, все, я вечный лузер, вечный неудачник деп өзі қанша жерден ақылды болып, прям жерді жарып, прям андай прям керемет нәрсе істей алатын жігіт қыздар кішкентай кезінде болған қарапайым травмасына байланысты өзінің бір жетістікке жете алмай, дарынын аша алмай, қиналып жүргенін көрсеткіші болды. Вот таң қаласыздар, сол сіздің қай жасыңызда травма болды? 6, 7, 13, сол 13 жасар қыз әлі де сіздің ішіңізде, әлі де сол травмадан қорқуда, травманың әсері әлі сізде жүріп жатыр. И мысалы мен 30 жасыма дейін, там 28 жасыма дейін жалақымды көтеруге рұқсат бермей тұрған сол 13 жасар қыз, а вдруг выберут другую, а вдруг ты недостаточно хорошая деген бір установканы, страхты ішімнен жіберіп тұрған болатын. И сол травмалардың бәрін біртіндеп шешіп, мен қазір осындай өзіме сенімді, еркін, уақытымды бағалайтын, менің сөзім көп адамға өтетін, вот сондай авторитетный адам болып отырмын. Мен осы әңгімені айтып жатқан кезде, может, есіңізге бір жағдайлар түскен шығар, не деп ойланып отырсаңыз, сол нақты нелеріңізді, травмаларыңызды жаза аласыздар қазір мына жерде. Осы лестницаны осымен толтырайық. Төменгі жағын, өзіңіздің дәл қазіргі тұрған сатыңыздан төмен жағын. Және басында айтып кеттім ғой, ең бірінші немесе 0-шы сатыда тұрған адамдар бүйтіп парақтың арғы бетіне тағы саты сызсын деп. Вот қазір сіздер, мысалы, сол парақтың артында қанша саты сыздыңыз, сол сатылар сіздің травмаларыңыздың саны, сол травмаларыңызды біртіндеп толтыра берсеңіз болады. Мама 3-4 классыма неге екен есімде жоқ, айтқанын жасамай, көшеге қуып есікті жауып қойған. Вот, осындай жағдайлар, күшті екенсіз дейді. Рахмет, Анар. Бастаушта айқайлап, ән айтқанды ұнататын едім, бір күні апайым маған ұрысты. Вот, осындай даусың жоқ деп айтты. Потеря близкого человека. Абсолютно согласна. Таңшолпан, это большая утрата, это большая травма. Согласна. И, например, потерю надо прожить, девочки. Ее нельзя просто так оставлять. То есть мысалы, менің өзімнің туған сестренкам 4 жасында қайтыс болады. Мен ол кезде, нешедемін, 2000 жылы, 13-14-темін сол. Ол қызым, сол сіңілім 4 жасына келіп қайтыс болды. Мен 14 жастамын. Нет, даже 9 жасарамыз, значит, 11-12-демін. И сол потеряны, өтірік айтпасам, осы күнге дейін, оказывается, жібере алмаппын. Арнайы психологпен өзім жұмыс істеп, соңғы бір жарты жыл болған шығар, толықтай осыны проживать етіп, уже бітіп жылап, іздеуді, сол мысалы, мен сестренкам қайтыс болған үшін менің бір как будто балаларыма бірдеңе болып қалатын сияқты бір қорқыныш болатын, сол қорқыныштан арылып жұмыс істейтін өзіммен. Психологи, они тоже люди, девочки. И, мысалы, менің дәл қазір әлі де өзімнің психологым бар, супервайзер деп айтамыз ондайды. Кейде бізге келген жағдайлар өте қиын болады, оны
бізде біреулердің бір қиын өмірлерін несін естіген кезде қатты қиналатынымыз бар, бірақ тура жаңағы сеанстың үстінде оны көрсетуге құқығымыз жоқ. Сеанстан кейін өзіміз барып, өзінің супервайзерімізбен, психологымызбен сөйлесіп, кейбір мәселелерді әлі сол жерде тоже жіберіп, жұмыс істеп жатамыз. И более того, мен айтайын дегенім, арамызда психолог болғысы келген қыздар бар болса, любой психолог практиковать етуден бұрын өзінің 40 сағат жеке терапиясын өту керек. Себебі ол келген адамдарды өзінің боль арқылы, травмалары арқылы көріп, өзінің жаңағы сол болін шығармай, наоборот, адамға максимально адекватты түрде көмектесе алатын сондай тұрақты, есейген маман болу керек. И егер арамызда мысалы осы видеоны қарап отырған мысалы психологтар бар болса, әлі неге бастай алмай жүрсің, жаңа нені деген сұрақ пайда болса, сіздерге ең алдымен өзіңіздің жеке терапияңызды өтіп, өзіңіз тұрақтанып, өзіңіз есейіп, содан кейін барып уже адамды қабылдай бастаған дұрыс. Травмаларын шешу керек. Себебі сіз сол травманы шешпесеңіз, жаңа айтқандай, 30 жасымда болсам да, 13 жасар қыздың сол қорқынышы мені мысалы мазалап жүрген болуы мүмкін. Сол мен мысалы уже өзім 2 баланың анасы бола тұра, мені әлі сол 11-12 жасында жоғалтып алған сестренкамның мұңы, андай горесі, андай сезімі әлі кетпей тұрған болуы мүмкін. Бұның бәрі біздің психикамызға қалыпты жағдай. Это нормально. И переживать за это нормально. Бояться чего-то нормально. Бұдан қалай арыла аласыздар? Өзіңізбен жұмыс істеп қана. Толтырдық қой, қыздар? Жаздыңыздар, да? Мы немножко ушли в травмы, воспоминания. Немножко возвращаемся. Рахмет сізге де, Лаура. Травмаларын таппай отырмын, или менде көп, или өзімді аңғара алмай отырмын. Аяулым, знаете, в чем прикол? Когда дело доходит до травм, травмаға келген кезде, біздің психикамыз өте андай мықты қорғанады. Керемет бір андай антивирусный системасы бар. Травмаларды ойлай бастаған кезде нақты қасыңда психолог отырып, саған бір батылдық беріп, бір травманың ішіне кіріп, соны емдеуге көмектесетін адам болмаса, сізді ол травмалардың ішіне жібермеуі мүмкін. Бірақ кейбір нәрселер, постоянно жаңағыдай мысалы алғаш махаббатын тастап кеткен, или подушкам сатып кеткен, или жаңағы жігітмен алдап кеткен, деген сияқты өзіңіздің басыңыздан өткен бір қиын жағдайларды тоже сол жерге жаза аласыздар. Соның өзі тоже бір сізге әлі әсер ететін бір жағдайлар болып тұр, соны жазаластыр. Енді қараңыздар, қыздар, мына лестницаны толтырдық, бұл толды. Енді қарасаңыздар, мына дәл қазір мен тұрған мына жерде, біздің персонаж кейіпкер, қазіргі мен деген кейіпкер, кейіпкердің өзімен идеальный өзінің арасында, мысалы, дәл қазір сіздің кейіпкердің қазіргі жағдайы мен идеальный жағдайының арасында тұрған баспалдақтардағы себептер нелер, қыздар? Олар қорқыныштар. Сізді алдыға қорқыныштарыңыз жібермей тұр. Ал кейіпкеріміздің артында тұрған, астында қазіргі шақ және төмен қарай кеткен травмалар сізді негізі травмалар жібермей тұр. Өткен шақ және травмалар дәл қазір. Барлығына артық етпейді ол сабақ, 40 сабақ. Дұрыс айтасыз, Лаура, И дәл қазір сіздің енді миыңызда бір андай жүйе пайда болды. Менің артымда қорқыныштарым, менің травмаларым тұр. Мысалы, мен жоғарға не жібермей тұр? Қорқыныштарым жібермей тұр. И бұны мен не істеу керек? Мысалы, енді осы сіз өзіңіздің лестницаңызға қараңыздар и ойлаңыздар. Бұл лестница бойынша өзіңіз бір енді жоспарыңыз бар. Осы жоспар бойынша жұмыс жасайтын болсаңыз, сізге
өзіңіз вот чисто вот я Салтанат, да, я себе маған қанша уақыт керек, чтобы осы